азу Джек Лондонның жазған әсерлі әрі терең мағыналы шығармасы. Ақ азудың жолы адамзат пен жануар арасындағы қарым-қатынастың айнасы. Бұл шығарма оқырманды жақсылық пен жамандықтың, қатыгездік пен мейірімділіктің арасын терең түсінуге жетелейді. Оқиға солтүстік Американың қатаң қарлы орманында өрбиді. Ақ азу жабайы табиғатта дүниеге келген жартылай қасқыр, жартылай иттің өмірі туралы шығарма. Адамдармен алғаш кездескенде ол олардың қатыгездігін көреді, қанішер иттермен төбелесуге мәжбүр болады. Олардың әрекеті ашкөздік пен қатыгездіктің көрінісі. Ақ азуды иемденген кейбір адамдар оны қорлап, күштеп, төбелеске үйретіп, жануарды жабайы етіп жібереді. Олар үшін ақ азу тек дыбыс көзімен ойыншық қана. Алайда бір күні оны мейірімді Скотт атты адам құтқарып, жаңа өміріне жол ашады. Скоттың сүйіспеншілігі мен қамқорлығы арасында ақ азу біртіндеп адамдарға сенуді, оларды жақсы көруді үйренеді. Ақырында ол өз иесіне шын берілген адал қорғаушыға айналады. Ақ азу тек жануар туралы ғана емес, адамзаттың өз болмысын, адамгершілігін, қатыгездігі мен мейірімділігін айқын көрсететін философиялық шығарма.